Үздік жас маман 2022 жыл. Байзақ ауданы Ақшолақ орта мектебі ағылшын тілі пән мұғалімі Әбдімомынова Жанерке Жұмағалиқызы. Педагогикалық ұстанымым: маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин. Басты мақсатым білімді ұрпақ тәрбиелеу, ел болашағына өз үлесімді қосу. Менің ұстанымым: мұғалім күнде үйренуі керек. Ол үйренуді тоқтатқанда мұғалім болудан қалады. 2021 жылы ағылшын Қытай тілінің дипломын қолыма алып, Ақшолақ орта мектебінде ұстаздық қызметті бастадым. Бабаның білім жолын қуындым мен, ұстадым тектіліктің туын кімнен, дулаттың даратолға ұрпағымның, өзімнің бастайыншы туындым мен. Ұстаздық болды менің ұнатқаным, байқасам арманымнан жырақтамын, 18 мың ғаламнан таңдап жүріп, Ақшолақ мектебіне тұрақтадым. Басында қобалжыдым, торыққанмын, мектеп өмірін көруге қорыққанмын. Қорқыныш артта қалды, себебі мен өте жақсы ұжымға жолыққанмын. Ұжымым мен келгенде аялады, көңілім жақсылықты саялады. Қалдыбек қызы Ләззат апайымыз ешқандай да көмегін аямады. Бұл өмір маған биік белес берді, қорқытты, қиналдырды, елес берді. Сол сәтте Сраилова Индира апай бөлісіп, тәжірибе мен кеңес берді. Бұл жалған басқанымен бар мысымды, мен бірақ маман болам нар мүсінді. Нұралы Құрақбайұлы басшымызға ерекше айтқым келет алғысымды. Ол менен қорқынышты қуып берді, кірлетпей жігерімді жуып берді. Алғашқы дебютымды жасайсын деп, белімді мықты қылып буып берді. Оқушылардың көзіндегі зор ұшқынды көргенде, мұғалім болу зор бақыт екенін түсіндім. Жаһандану заманында өркениеттен қалмайтын, бойында бәсекеге қабілетті қасиеті бар, барынша жаңа технологиялармен қаруланған, білімді де білікті ұстаз өз кәсібінің майталманы болары сөзсіз. Сондықтан мен өз болашағыма, шәкіртімнің болашағына зор сеніммен қараймын. Еңбек етсен ерінбей бақытыма сенемін, мақсатыма жеткізер уақытыма сенемін деп ақын ағамыз жырлағандай, мен де жан-жақты дамыған шәкірттерді дайындауда шаршамай еңбек етіп, және сол еңбегімнің зая кетпейтініне сенемін. Қазіргі таңда дарынды, шығармашыл оқушылармен жұмыс жасап, түрлі республикалық байқауларға қатысудамыз. Бос уақытымызда, демалыс күндері оқушылармен бірге қаламыздың ойын-сауық орталықтарына, тарихи жерлеріне барып тұрамыз. Сонымен қатар өзім де мектепшілік қоғамдық жұмыстарға белсене қатысудамын. Заман талабына сай тұлғалық, педагогикалық курстардан жиі өтіп тұрамын. Бұл менің аудандық, облыстық және республикалық жетістіктерім. Алдағы уақытта қоржынымды өзімнің және оқушыларымның жетістіктерімен, марапаттарымен толтырамыз. Жүректі ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім.